Сәлем оқырмандар, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін біз қалқанша безін қалай емдеу керек, қандай дәрілер ішсе болады, қандай диета ұстау керек, осы аурулар туралы емдерін бәрін осы видеода түсіндіріп айтамын. Видеоны обязательно соңына дейін қараңыз, лайк басыңыз, тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, ал мен бастаймын. Қараңыз, бауырлар, қалқанша безінің симптомдарын білесіздер ғой, егер осы симптомдарын білгіңіз келсе, менің алдыңғы видеомға өтіп қараңыз обязательно. Қараңыз, қазір кратко айтып кетейін, қысқаша қандай симптомдар болады. Көбінесе 80-90% адамдарда гипотереоз, то есть қалқанша безінің функциясын төмендеуі кездеседі. Именно осы ауру кездеседі. Бұл аурудың симптомдары ол мынандай: слабость, шаршай бересіз, шаршау, содан шашыңыз түседі, кожаңыз сухой болады, сосын эмоциональды, нестабильный, то есть ашуланшақ боласыз, вес қоса бересіз. Содан кейін проблема немен басталады? Жаңағы тамақ қорыталмау, диспептический синдром деп айтады. Осының бәрі қосылады сізге. Егер сізде осы симптомдар байқалып жатса, мүмкін сізде гипотереоз болуы мүмкін. Қалай анықтаймыз? Тоже видео снимать еттім, өтіп көрсеңіздер болады. Қандай анализ тапсыру керек? Анализ тапсырасыздар, егер шығатын болса, значит сізде қалқанша безінің төмендеу процесі жүріп жатыр, сізге ем керек. Емдік мақсатта не істеу керек? Қараңыздар, ни в коем случае қазір мен айтатын заттарды істемеңіздер. Өйткені каждыйларыңыз консультация эндокринолога болмаса терапевта, білікті маманға барып ем алғандарыңыз дұрыс. Өйткені әр адамның ситуациясы әр түрлі, және сіздер өз бастарыңызбен диагноз қоя алмайсыздар никак, потому что бұл жерде эксперт керек, специалист керек, который сіздерге көмектесіп қойып беретін. Так что мен ознакомительный характерді айтамды бұл заттардың бәрін. Ең бірінші дәрі тиромин. Тиромин деген дәрі бұл біздің щитовидкамызға көмектесетін дәрілердің бірі. Бұл гормон емес. Бұның щитовидканың мембраналарына көмектеседі, щитовидка жақсырақ жұмыс істеуіне, жұмысын возобновлять етуге көмектесетін дәрі. Екінші дәрі бұл сіз білесіздер, пожизненно ішу керек дәрілер, ол эльтероксин. Эльтероксин деген біздің гормонымыз, щитовидная железа бөлетін тироксин деген гормон. Сол таблетированный түрде сатады. Оның аттары эутирокс болмаса эльтероксин. Екеуінің действующий веществолары бір затта. Просто эутирокста сахар бар, а мынада жоқ эльтероксинда. Так что мен желательно эутирокс емес эльтероксин ішсін деп назначать етем өзім пациенттеріме. Бұл не? Бұл кәдімгі гормон, просто сіз ішесіз, синтетический гормон ғой. Сіз ішкен кезде қалқанша безінің гормондарын бөледі да, сізге асқазанға түскен екен. Бұны 15 или жарты сағат тамаққа дейін азанда ішеді. Достар, осы информацияны мен көп іздедім, өзімде көп практикамнан өткен, сол үшін маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіз дәл қазір. Қараңыз, 15-30 минут тамаққа дейін азанда ішу керек бұл гормонды, именно осы гормонды. Тағы қандай заттар бар? Негізінде ең мықты препараттар, бәрлеріңіз білетін шығарсыздар, мынау жаңа эутироксты, эльтероксинді ішем, бірақ маған көмектеспейді деп айтып атады ғой адамдар. Маған көмек бермейді, гормоннан мен толып бара жатырмын, әсер етпей жатыр деген сөздерді көп естиміз да. Не үшін? Өйткені бізде Т4-тен Т3-ке конверсия жүру керек та. То есть бұл гормондар ауысып тұрмаса, дұрыс жұмыс жасамайды. Бізде білесіздер ғой, щитовидная железаның Т4 және Т3 деген гормондар бар. Сол Т4-ті Т3-ке ауысып тұру керек уақытылы. Осы бізде ауыспағаннан кейін Т3-іміздің саны төмендеп кетеді, понижение болады. Ал эльтероксин мен эутирокс бұл Т4-тің ғана гормоны, Т4-ті ғана толтырады. Егер сізде Т3 аз болатын болса, бұл симптомдар кетпейді. Сол үшін сіздер айтасыздар, дәріні ішем көмектеспейді деп.
Вот осы себепті көмектеспейді, потому что Т4 толып тұр сіздің организмде, Т3 жетіспейді. Сол үшін синтетический Т3 деген дәрілер бар. Олардың аттарын экранға шығарып қойдым. Осы дәрілер және тағы бір мықты дәрі бар, оның аты Новотирал. Бірақ, к сожалению, біздің Қазақстанда, болмаса біздің СНГ облыста тек қана осы Россиялардан ғана табыласыздар. Москва, Россия, осы шетелден ғана заказбен Новотиралды алсаңыздар болады. Бұл дегеніміз не? Новотирал деген ол комбинированный препарат, ішінде Т4 пенен Т3 гормоны екеуі бірге қосылған. Тироксин гормоны бар, Т3 гормоны бар. Новотиралды ішкен кезде сіздің жетіспей тұрған Т3-іңіздің саны артады. Бірақ бұны дозировкасымен, как положено, по инструкции, по ходу консультация болғаннан кейін қабылдайтын дәрі. Өйткені өздігінен сіз оны іше алмайсыз никак. Тағы бір дәрі бар, Т3 синтетический. Көрдіңіз ба, қандай вариация бар, үлкен спектр бар. Мен әшейін частын ғана айтып отырмын. Негізі леченияда осы дәрілердің бәрін қолданып жақсы результатқа жетсе болады. Бірақ қараңыздар, сіздерге бұл дәрілердің бәрі жақсы көмектеспейді, пока сіздер диета қотпайсыздар. Вот көп пациенттің ошибкасы, көп пациенттер ойлайды да, мен дәрі ішсем болды деп. Негізінде основа всегда диета. Основа всегда диета. Любой аурудың основасында диета жатады. Сол себепті қалқанша безбен проблема болатын болса, обязательно диета ұстау керек. Қандай диета? Ең жақсы кето диета ұстасаңыз болады. Бірақ гипертиреоз кезінде ұстай алмайсыз, кішкене қиындау болады. Гипотиреоз кезінде болады. Болмаса палео диета деген бар. Палео деген не? Бұрынғы тас ғасырдың адамдары мысалға немен тамақтанды, сол заттарды ғана жейді. Мысалға тек қана ет, жаңағы май, овощтар, фрукты деген заттарды ғана жейді болды. Натуральный заттар жейді. Осы екі диетаны ұстасаңыз жақсы көмектеседі. Және де аутоиммунный тиреоидит кезінде, болмаса болезнь Хашимото бар, синдром Хашимото кезінде именно осы кето диета или палео диета өте жақсы результат беріп, АТП деген гормоныңыз сізде түседі. Достар, түсіндіре алдым ғой сіздерге, түсінді деп ойлаймын. Егер осы видео қызық болған болса, обязательно тіркеліп, каналға лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болғанымен Бағзат Сейтқазыұлы. Мен сіздерге тағы бір видео дайындап қойдым. Келесі видеомның ол бауыр туралы болады. Витаминдер туралы болады. Осының бәрін көру үшін осы видео 1000 лайк жинасын. Сізмен оларды шығарам. Сіздермен болған Бағзат Сейтқазыұлы. Рахмет, сау болыңыз.